Жалпы таеквондоға 7 жасында әкем алып келген. Бұл спорт түрі қатты ұнап, қазіргі таңда Қазақстан чемпионы, Қазақстан кубогының чемпионы, Азия күрескері халықаралық турнирінің чемпионы, Молдовада өткен Еуропа кубогының чемпионы, Оңтүстік Африка Республикасында өткен әлем чемпионы, Арменияда өткен Еуропа кубогының чемпионы және Ресейде Еуропа чемпионы атандым. 7 жасында бұл спортқа келген кезде жаттықтырушы Әлжан Берік Молбайұлы мені қарсы алып жаттықтырды. Және осы күнге дейін сол кісі менің жаттықтырушым. Сол кісіден дисциплинаны үйрендім. Көп жаттығып, жарыстарға дайындалдым. Байқағаным, Атыраудың спортшылары басқалардың осы дисциплинасымен, тәртібімен ерекшеленеді. Біз таеквондоға деген құштарлығымызбен және бірге үлкен биіктерге жетуге деген ұмтылысымызбен өрсетіндердің барлығын қарсы алуға дайынбыз. Өзім де әр турнир сайын халқыма жеңіс пен қуаныш әкелуге тырысамын. Мен қол жеткізген чемпионаттар менің жетістіктерім ғана емес, бүкіл еліміздің мақтанышы болса екен деймін. Жалпы Атыраудан көптеген ұлы тұлғалар шыққан. Соның бірі жерлесім Жұмекен Нәжімеденов. Жазған әнұранды әр чемпионат сайын естігенде жүрегім мақтанышқа толы болады. Бұл әнұран мен үшін елімнің символы ғана емес, сонымен бірге күш, рух, шабыттың символына айналды. Жарыс сайын алдында әнұранды айтқанда, таянғта барлық күш-жігерімізді беруге дайын екенін сезінемін. Бізді шабыттандыратын және жүрегімізді еліміз үшін мақтанышқа толтыратын, спортшыларымыздың рухын көтеретін осы әдемі әнұран үшін жерлесім Жұмекен Нәжімеденовке алғысым шексіз. Әлемдік деңгейде көп жеңіске жетіп, басқа елдерде біздің әнұран ойнау үшін барымды саламын. Жұмекен Нәжімеденов астан күйші болатын. Оның күй кітабы атты шығармасының негізінде 2006 жылы аудиокітап жарыққа шықты. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы жарлығымен 2006 жылдың 7 қаңтарынан ресми айналымға әнұран ретінде енген «Менің Қазақстаным» әні болған. Әнұран мемлекеттік рәміздердің бірі ғана емес, бірегейі. Адамға рух беріп қана қоймай, ерекше патриоттық сезімге бөлейтін музыкалық шығарма. Сол еліміздің әнұранын шарықтатып, көк туымызды биікте қалықтатып жүрген спортшыларымыздың әлемдік деңгейдегі алар асуы мен басар белесі әлі алда деп білеміз. Атыраудың қайсар ұлдары қай спорт түрі болмасын, абыройымызды асқақтатарына сеніммен қараймыз.